Енді біріншіден папамның арманы орындады, екіншіден папамның жақсы көретін жұмысы болып қалды. Бастадық. Әкеміз бұның бәрін жасап, бізге көрсетіп, қандай пайдасы болып, қандай жақсы нелер болады деп айтты. Енді бізге, сол үшін бізде осы папамның арқасынан, осы бақтың пайдасынан біз оқуымызды бітірдік. Бір жауапкершілік өмірге қадам бастық. Мәселен, мен болғым келеді. Өйткені маған ұнайды бұл жұмыс. Мен барып бір кісіне жұмыс істемеймін, өзімнің жұмысын жасаймын. Ол маған ұнайды. Бұл іс жақсы іс. Мен істеген жұмыс жақсы қарайды. Өзі де қызығып кетті менен бұрын. Менен бұрын өзі де жақсы жұмыс жасайды осы бақта. Өзі де енді армандап қалды жақсы жұмыс екен деп. Бір жұмыста істейміз, жақсы екен, бірге істеген жақсы екен. Өйткені кей кезде мен балалармен шыға алмаймын жұмысқа. Менің орныма күйеуім шығады, барлық нәрсесін қарайды. Өзі жинап, сол рабочылармен бірге жұмыс істейді. Мен шыққан кезде екеуміз бірге жұмыс істейміз. Күйеуім әрқашан менің қасымда, біз тастамайды, балаларымыз бірге жұмыс істейміз. Соны бірге жұмыс істегіміз келеді. Енді бұл программа арқылы біз біріншіден осындай жақсы кісілерді таныстық. Көзқарасы өте жақсы бұл кісілерге. Өйткені келіп жұмыс беріп, бәріне араласып, біз де оларды танимыз, олар бізді танып, өте жақсы дос болып кеттік. Сол енді осы бақпен айналасып, осыны бір көбейтіп, үлкейтіп дегендей сондай бір армандарымыз бар. Өзім үшін арманым сол балдарым бақытты болса екен, ата-анам қасымда болса екен. Солармен бірге бақытты өмір сүргім келеді.